пікір алысымызды бастамас бұрын менің ең алдын қойып, вакцинаның не екеніне тоқталып кету керек. Не үшін пайдаланатынында, қандай не әсеріне қысқаша тоқталып кету керек деп ойлаймын. Бұл вакцина 1796 жылы Эдвард Дженнер дейтін француз ғалымы оспа дейді шешек ауруына қарсы екпені ең бірінші алғаш рет ойлап тапты. Одан 100 жылға жақын уақыт өткенде 1876-81 жылдары Луи Пастер вакцинаны қолданудың тәртібін, оны қалай дайындаудың негізін қалады. Енді содан бері көп уақыт өтті, ғылым алға қарай жылжып жатыр, жаңа дайындаудың жаңа тәсілдері пайда болды. Оған тоқтала кетсек, вакцинаның өзі тірі микробтардан немесе вирустардан, өлтірілген микробтардан немесе вирустардан, немесе оның құрамдас бөліктерінен дайындалады. Осы үш түрінің өзі, жаңа 1796 жыл дедік па, жаңа 2 ғасырдан астам уақыт өтті ғой, соның тарихымен сабақтас. Қалай дамып келе жатыр? Мына бірінші оспаны, қазіргі қолданып жүрген полиомиелит вакцинасы, кор, қызылшаға қарсы қолданылатын, краснуха, қызамық, сондай вакциналарды, олар тірі вакциналар қатарына жатады. Тірі вакциналар бірақ әлсіретілген, ауру туғызу қабілеті жоқ, бірақ жаңа адамның иммунитеттің пайда болуына ықпал ететін вакциналар қатарына жатады. Бұл вакциналардың тиімсіз жағы қандай? Бұл вакциналардың тиімсіз жағы иммунитеті әлсіз адамда ауру туғызуы мүмкін. Қазіргі қолданыстағы БЦЖ вакцинасы, балаларды босандыру үйлерінде, перзентханаларда қолданылады, бірінші классқа мектепке барарда қолданылады. Осы БЦЖ вакцинасы да тірі әлсіретілген ауру туғызатын қабілеті жоқ вакциналар қатарына жатады. Енді бертін келе вакциналарды өлтіріп, түрлі әдіспен, ультрафиолет сәулесімен, қыздырумен, күйдірумен, қайнатумен, немесе химиялық заттармен обработка жасап, вакцинаны өлтіріп, микробты немесе вирусты өлтіріп, сосын оны тазалап, екпе ретінде дайындау қолға алынды. Бұл да өзінің көптеген жақсы нәтижелерін берді. Бұндай вакциналар қатарына полиомиелиттің өлтірілген вакцина түрі, коклюш, дифтерия, столбняк, көптеген ауруларға қарсы қолданылатын, қазіргі заманда қолданылып жүрген вакциналар жатады. Оның ерекшелігі қандай? Бұл вакциналар ауру туғызбайды. Адамға енгізгенде ең басты ерекшелігі бірінші жасалған тірі вакциналарға қарағанда бұлар ауру туғызу қабілетін жоғалтқан. Бірақ өлтірілген микроб немесе вирус болғаннан кейін кейбір антигендері, кейбір жаңағы өзінің құрамдас бөліктері адамға енгізгенде оны иммунитет оны байқамай қалады, оны көре алмай қалады. Сондықтан бұл да тиімді, өзінің ерекшеліктері бар вакцинаның қасына жатады. Енді ғылымның бертін келе ғылымның дамуына байланысты қазір біздер адамның хромосомасының неден тұратынын білеміз. Кез келген микробтың ДНК вирус екен, РНК вирус екен анықтай аламыз. Қандай микроб екен, оның құрамын, оның ішіндегі құрылысына дейін біле аламыз. Сондықтан ғылым алға қарай дамығаннан кейін жаңа тәсілдер пайда болды. Ол гендік инженерлік тәсірлер деп аталады. Генно-инженерный. Немесе вирусты түгел алмай-ақ, немесе микробты түгел алмай-ақ, оның құрамындағы негізгі қасиеттерін көрсететін РНК немесе ДНК-ның бөлігін алады да вакцина ретінде дайындап кісіге салуға мүмкіндік пайда болды. Бұл вакциналарында, гендік инженерлік вакциналарында түрлі дайындау жолдары бар. Енді коронавирустың қазіргі ғалымдардың анықтауы бойынша 30 мыңға жуық нуклеин қышқылынан тұрады. 30 мың. Адам баласы миллионның үстінде нуклеин қышқылы бар, оның несінде. Сондықтан осы 30 мыңға жуық нуклеин қышқылының ішінен коронавирустың сыртында өзіңіз суретін көріп жүрсіз, сол арқылы да ол корона деп тәжі деп аталған ғой, көрініп тұрған қолы сияқты түрлі шип дейді, тікенектері бар ғой, сол тікенектерінің құрамындағы белоктарды анықтайды да,
осы сол ана жаңа хромосома қайсысына жауап береді, сол жерден РНК-ның сол бөлігін алады да вакцина ретінде дайындап кісіге салады. Енді вакцина ретінде дайындаудың бірнеше жолы бар. Біріншісі сол жаңағы сол бөлікті алып РНК коронавирустың сол жаңа бөлігін алып басқа вирустың құрамына енгізеді. Оған мына орыстардың дайындаған, Ресей елінің дайындаған спутник В вирусы жатады. Немесе аденовирус деген адамзат бұрыннан жаңағы бірге келе жатқан вируспен соның құрамына енгізеді де, сонда анау аденовирус векторный вирус тасымалдаушы болып табылады. Немесе жаңа адам организміне енгеннен кейін жаңа адамның иммунитеті сол вирустың құрамындағы коронавирустың бөлігін анықтап, соған қарсы иммунитет пайда болады. Бұл вакцина екі кезеңде салынады. Жаңағы біліп жатсыздар ғой, бірінші кезеңде салынады, сосын жаңағы екінші 21 күннен кейін екінші салынады. Екі рет салғанда аденовирустың бірінші салғандағы аденовирус пен екінші салғандағы аденовирус екеуі екі түрлі. Енді кемшіліктерінде де бір прививка алған кісі үш түрлі вирусты қабылдайды. Түсіндіңіз ғой да, бірінші аденовирус пен коронавирус, екінші басқа аденовирус пен коронавирус. Сондықтан үш жаңа вирусты қабылдайды. Егер адам организмінде аденовирусқа қарсы жаңағы қорғаныс күші, иммунитеті бұрыннан жоғары болса, ана вирус енген кезде ол кісі ауырсынады. Қызуы көтеріледі, жаңағы ауырсынады, түрлі аурудың белгілері пайда болады да. Тиімсіздік осында. Сондықтан да жаңағы Ресей ғалымдары анау 18-ге дейінгі балаға салмай жатыр. Өйткені оның ары қарай не болатыны түсініксіз. Екінші, мынау 65-тен немесе олар 60-тан жоғары өздерінің тұрғындарына салмай жатыр. Өйткені 60-тан жоғары жас ортасынан асқаннан кейін адамда түрлі аурулар болады ғой. Соларға. Екінші, қарсы көрсетілімдері онкологиялық аурулармен ауыратын кісілерге иммунитетті төмендететін гормондар, түрлі иммуносупрессивті дәрілер ішетін кісілерге, жаңағы аллергиялық кері әсері жаңағы бар кісілерге бұл вакцина салынбайды. Енді келесі вакциналарға тоқталайық. Жаңағы Америкадан шығып жатқан екі вакцина бар. Модерна, сосын жаңағы екіншісі Pfizer деп аталады. Pfizerдің ерекшелігі бұл коронавирустың матричный РНК дейді, матричный РНК деген алып, соны генный инженерный жолмен алып, соны енгізіп жатыр. Яғни бұның құрамында банағыдай қосымша басқа вирус жоқ. Қосымша заттар көп емес. Басқа, мысалы, біздер тірі вакцинаны салатын болсақ, оның құрамында ана вакцинаны өсірген орта болуы мүмкін, оның вакцинаның вирустың сыртқы қабығы, ішкі қабығы түрлі өмір сүрген кезде шығаратын заттары болады. Сондай немен жаңағы түрлі көп болуы мүмкін құрамы. Мынаның құрамында жаңағы матричный РНК болғаннан кейін бұның құрамында аса көп зат жоқ. Тиімді болып саналады. Бұның тиімсіздігі біріншіден, бұны тасу үшін 70 градус салқындық керек. Анау біздің кез келген вакциналарымызды осыған дейін қолданыстағы вакцинаның барлығын 8 градуста тасысақ, -2 мен -8 градустың арасында тасысақ, ана Pfizerді тасу үшін 70 градустық салқындық керек. Ол 70 градустық салқындық ана заводтан шыққаннан анау сау адамға салынғанға дейін сондай жаңа цеп болу керек. Сол цеп үзілмеу керек. Егер ол цеп үзілсе, жаңа ана вирус өзінің жаңағы қасиетін жоғалтады, вакцина өзінің қасиетін жоғалтады да, емдік несі төмендеп кетеді. Екінші күрделілігі, бұл вакцина мен әлі жаңағыдай әлемдік тәжірибе жоқ. Бұл вакцина мен егіп, жаңағы ауруларды тоқтату, бұл енді жаңадан шыққан жаңалығы, ғылымның жаңалығы. Сондықтан бұны қолдану адамзат тәжірибесінде болып көрген жоқ. Осы екеуі жаңағы қорқыныш ұялатады кісіге де.
Енді Ресеймен салыстырғанда анау батыс Еуропа елдері, Америка осы вакцинаны қолдануға кірісті. Олар сол вакцинаның кері әсерлерін немесе одан қайтыс болған кісілердің санын үнемі жариялап, оны талдап отыр. Оның бір артықшылығы сол, олар ашық түрде жүргізіп жатыр. Модерна вакцинасы, оның да оның дайындалуы, қателеспесем, және Оксфорд деген анау Англияда университет бар ғой, солда тағы бір елмен қосылып вакцина жасап жатыр. Олардың айырмашылығы, олардікі мына Ресей вакцинасына ұқсас. Оларда тасымалдаушы вирус бар. Немесе олар мына орыстар Ресей вакцинасында аденовирус человеческий болса, адамдікі болса, олардікі шимпанзенікі пайдаланып жатыр. Қазақстандық вакцинаға келсек, бұл қазақстандық вакцина көп жылдық тәжірибеден өткен инактивированный вакцина, немесе өлтірілген коронавирусты өлтірілген түрінен жасайтын вакцина. Бұл екінші ерекшелігі, бұл иммунитет, енді қазіргі тәжірибеде алынған тәжірибе нәтижелеріне сәйкес олардың тиімділігі 96%-ға дейін деп жатыр. Россиянікі 92%, Pfizer'дікі ол да сол шамаласы 90-94% болса, мынаның тиімділігі жоғары деп жатыр. Біріншіден. Екіншіден, бұл инактивированный вакцина болғаннан кейін бұны тасымалдау оңай. 2-8 градуста тасымалдауға болады. Немесе біздің қазіргі көп балаларды егіп жатырмыз, үлкендерді егіп жатырмыз, мектеп жасындағы балаларды егіп жатырмыз. Соларға қолданыстағы тәжірибеміз осыған бізге тез арада халықты вакцинациялап, жасанды иммунитет қалыптастыруға мүмкіндік береді. Екіншіден, бұл вакцинаның бұрыннан қолданылған тәжірибе болғандықтан, бұл вакцинаның өзін емес, осындай вакциналарды бұрыннан қолдану тәжірибесі болғандықтан, бұның кері әсерлері төмен болуы мүмкін. 18 жасқа дейінгі балаға немесе үлкен жастағы кісілерге салуға мүмкіндік туатын болар деп ойлаймын. Американдық Pfizer вакцинасын батыс Еуропада қолданып жатыр деп айттым ғой. Сонда бір елінде 23 кісі қайтыс болды, бір елінде 8 кісі қайтыс болды да. Ол елдер вакцинаны 60-тан жоғары кісілерге салды. Оларда қарттар үйі көп, сондай үйлердегі күтімдегі кісілерге салды. Сонда олардың беріп отырған ақпараты бойынша қайтыс болған кісілердің барлығы да түрлі ауыр сырқаттары бар сондай кісілер. Олар ашық айтып отыр. Түрлі ауыр, ол мүмкін вакцинадан емес, өзінің үлкен сырқатына байланысты уақыты келген кісілер болуы мүмкін дейді. Әр вакцинаны өзін дайындаудың белгілі бір кезеңдері болады. Мысалы, сол аурудың қоздырғышын бірінші тауып алу керек, сол екенін дәлелдеуіміз керек қой. Сосын бірінші кезең тауып алдық та, сосын оны жан-жануарларға салып, сол жан-жануарларда аурудың белгілері болса, міне осы аурудың қоздырғышы дейді. Соны дәлелдейді. Дәлелдегеннен кейін вакцина дайындайды. Вакцина дайындағаны бірінші кезең болып табылады. Вакцинаны дайындайды да, денсаулық сақтау министрлігінен әр ел өзінің министрлігіне тіркетеді де рұқсат алады. Біздің шығайын деп жатқан Қазақстан вакцинасы уже ВОЗ-да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген. Содан кейін екінші кезеңіне көшеді. Екінші кезеңінде, тексерудің бірінші кезеңі болып табылады. Бұл кезеңінде әуелі бұл ешқандай кері әсерлері жоқ екенін дәлелдеу үшін түрлі жан-жануарларға салады. Тышқандарға, кроликтерге, түрлі нелерге салады. Сосын бірнеше уақыт өткеннен кейін оларды зерттеп қарайды, бақылайды, сосын вскрытие жасайды, қандай органдарында, денелерінде өзгеріс бар екен. Содан кейін барып адамдарға салуға рұқсат алады. Бұл екінші кезеңі. Онда да бір белгілі бір әр кеткенде 100-200 адамға салады. Сосын оны тағы да 3 ай, 6 ай немесе 1 жылға дейін бақылайды. Сосын бақылағанда салғаннан кейін антителаның пайда болуын, иммунитеттің пайда болуын қадағалайды. Оның қауіпсіздігін қадағалайды. Алдағы уақытта
басқа организмде басқа өзгерістердің пайда болмаған. Осы үш нені тексереді. Осыны тексеріп өткізгеннен кейін жаңа үшінші кезеңіне көшеді. Үшінші кезеңінде онда көптеген 100 мыңдаған адамға салады. 20 мың, 30 мың, 100 мың адамға салады. Сол 100 мың салатын адамды жаңағы екіге бөледі. Ол кісілердің оларға айтпайды, жаңағы не салатынын айтпайды. Плацебо дейді, метод плацебо, немесе жасырын түрі дейді. Жаңағы анау ол кісілермен келісімшарт жасайды. Сосын оның 50%-ына вакцинаны салады да, 50%-ына вакцина деп жаңағы таза суды салады. Физраствор болуы мүмкін. Сосын мына екі топты бақылайды. Қайсысында аурушаңдық жоғары. Жаңағы егер мына вакцина салынған топта мына группа бақылау тобы деп алайық. Бақылау тобында сырқаттану мынаумен салыстырғанда көп болса, мына вакцина салынған топта кісілер ауырмаса, онда вакцина тиімді болып саналады да, ары қарай жаңағы осының қаулысымен ары қарай қолдануға рұқсат береді. Мына екі топта вакцина алған немесе плацебо су алған білмейді. Білмеуге тиіс, олар білмейді. Жаңа тәжірибенің несі бойынша, өзінің жаңа несі бойынша бұларға айтылмайды. Сонда вакцинаны дайындаудың өзі кем дегенде 3 жылдан 10 жылға дейін уақыт керек болады. Бірақ мынау қазіргі дүниежүзін қаптаған пандемияға байланысты көптеген мемлекеттер, 50-дің үстіндегі мемлекет қазір вакцина дайындап жатыр да. Солар жаңағы өздерінің заңдарына өзгеріс енгізді. Ана вакцинаны тезірек дайындап халыққа жеткізу үшін, мына пандемияның алдын алу үшін, қатерлі сырқаттың алдын алу үшін зерттеудің бірінші кезеңі мен екінші кезеңін біріктіріп жіберді. Жаңа айттық қой, бірінші жан-жануарларға салу керек, сосын адамдарға салу керек деп. Сол екі кезеңін біріктіріп жіберді де, бұдан өткеннен кейін үшінші кезеңіне жаңағы 20 мыңнан 30 мыңнан адамдарға салып, оның нәтижесі шыққаннан кейін қолданысқа рұқсат берді. Ресей вакцинасының сенімсіздік тудырып тұрған тағы бір себебі, олар мына үшінші кезеңінің зерттеу нәтижелерін толық жарияламай отыр. Сондықтан жаңа оған анау халықтың арасында сенімсіздік туып, енді вакцина дайындаудың өзі қазір саясат болып кетті ғой.